Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен мамықтай жұмсақ болып шығатын булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, рецептіге қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге бір ас қасық ашытқымызды және бір ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен соң қантымыздың қалған бөлігін қосамыз, яғни тағы да 5 ас қасық қант қосамыз және бір жұмыртқамызды саламыз, және де бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де жарты шай қасық тұз қосуды ұмытпаңыздар. Мен қазір тұз қосып жіберемін. Бұл жерде тұз қосуды ұмытып кете жаздаппын, бірақ қазір тұз салдым. Енді барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды ұн илеуіштен өткізе отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды барлығын бірден салмаймыз. Осылай илеуіштің көмегімен аз-аздан қоса отырып, жұмсақ, қолға жабысатындай өте керемет қамыр илеп шығамыз. Ең алдымен қамырды осылай қасықпен араластырып аламын. Содан соң қолыммен жақсылап қамыр илейтін боламын. Ұнды мөлшерден көп салмауға тырысыңыздар. Біздің қамырымыз қаншалықты жұмсақ болса, біздің булочкаларымыз да соншалықты жұмсақ болады. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырымызды енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. 1 сағат өткеннен соң біздің қамырымыз өте керемет болып көтеріледі. Осы қамырымызды ыдысынан босатып, қамырымызды теңдей етіп 10 бөлікке бөлеміз, яғни бізде 10 булочка шығатын болады. Қамырымызды барлығын бірдей етіп бөлгеннен соң, әр қамырымызды домалақ формаға келтіріп, дөңгелетіп аламыз. Содан соң қамырымызды оқтаудың көмегімен кішкене жайып аламыз. Қатты жұқа қылып жайып қажет емес, кішкене үлкейтіп алсаңыздар жеткілікті. Одан кейін кішкене сопақтау етіп жаюға тырысыңыздар. Осылай жайып алғаннан соң қамырымыздың бетіне жарты шай қасық сары май жағып шығамыз. Барлық жеріне бірдей етіп тегісіп жағыңыздар. Содан соң сары майдың бетіне 1 шай қасық қант сеуіп шығамыз. Барлық жеріне тегізіп жақсылап. Содан соң пышақтың көмегімен қамырымыздың ортасын осылай ұзынша етіп бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Соңына дейін кеспейміз, жай ғана ортасын осылай пышақпен кесіп аламыз. Содан соң қамырымызды рулет секілді етіп шетінен бастап ораймыз. Орап болғаннан соң осы қамырымызды тағы да домалақ формаға келтіріп, осылай дәл видеодағыдай орап, соңғы жағын осылай астына қарай жабыстырып қойсаңыздар болады. Екіншісін қайтадан көрсетейін, сіздерге түсінікті болу үшін жақсылап қарап алыңыздар. Барлығын осылай дайындап алғаннан соң, пергамент қағазы төселген формамызға булочкаларымызды орналастырып, бетін орамалмен осылай жауып, 20 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Сол арада булочкамыздың бетіне себетін кружкамызды дайындаймыз. Ұнымызға қантымызды және сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің кружкамыз дайын. Булочкамыздың бетіне әсемдік ретінде пайдалансақ, өте әдемі болады. Минут өткеннен соң біздің булочкаларымыз өте әдемі болып көтеріледі. Енді осы булочкаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысынан кішкене сүт қосып, барлығының бетіне жағып шықтым. Содан соң жаңағы дайындап алған кружкамызды бетіне сеуіп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздыруға қойып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке 180 градуста қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте жұмсақ, үлпілдек, мамықтай болып шығатын
болатын булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады, расымен де өте жұмсақ, бізге қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Келесі рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.